әкесі қауымның бастығы, күллі халық, дәл Ибрахим алейхиссалам болған кездегі күнге қарасаң, күллі жердің беті Алладан басқа нәрсеге сыйынып жатыр. Жалғыз Ибрахим ғана Алланың құлы. Өзіңіз ойлаңыз. Соншалықты Тағала тіпті инна Ибрахима кана умматан деген. Расымен де Ибрахим жалғыз өзі бір үмбет қой дейді. Неге? Күллі жақсы қасиеттер бойында тұр. Басқалардың күллісінің сол кездегі жаңағы құны жоқ болып тұр ғой, жоқ Алланың алдында. Жалғыз Ибрахим. Енді Ибрахим арқылы атаған не істейді? Айналаны тірілтеді. Теріп ал зиялыларын деп отыр ғой. Ал кім жауап береді екен? Сөйтіп өзінің ауылында Ирак жерінде болып жатқан оқиға әкесіне келіп айтты дейді. Ибрахимнан үйренейік, қалай сөйлесу керек, жеткізу керек. Я әбәти, сөзді қараңыз немен бастайды? Әкетайым. Бірінші әкетайым деген сөзді үйрен, сосын барып ақиқатты айтты. Оны үйренбей, ол сен оны әкеңе айтамай тұрсаң сол сөзді. Саған бірден кедергі жасап тұр ғой, ол не? Не ол? Тәкаппарлық. Жоқ, біреуден ыңғайсызданасың ба? Сен Алладан басқа нәрседен неге ыңғайсызданасың? Әкетайым деген сөзді айт дейді, үйреніп ал дейді бірінші. Үлкен кісілерге барып уағыз айтардан алдым. Қараңыз, әкетайым. Әкем демейді, әкетайым дейді. Өйткені бұл жанды осы сөздің өзі қопарып жіберуі мүмкін оның жан дүниесін. Содан бастады. Лима тағбуду ма ла ясмағу ва ла юбсиру ва ла юғни анка шейян. Ол халық мүсінге сыйынып жатыр. Мүсіндерді дізіп қойған, сол мүсіндерге сыйынады, неше түрлі істейді. Ибрахим келді. Әкетайым, сіз неге құлшылық қыласыз? Не себепті сіз құлшылық қыласыз естімейтін нәрсеге? Салыстыру жүргізіп жатыр. Естімейтін нәрсеге сіз естейсіз ғой. Қараңыз. Неге естімейтінге сыйынады? Естімейтін нәрсеге неге сыйынасыз? Көрмейтін нәрсеге неге сыйынасыз? Мүсіндер көздерін өздері жасап қойған суретпен. Ол былай қарасаң, былай қарайды, былай қарасаң, былай қарап тұра беретін нәрсе ғой өзі. Бірақ ол көріп тұрған жоқ қой. Соны айтады, естімейтін нәрсеге, көрмейтін нәрсеге, және сізге түк пайда бермейтін нәрсеге неге табынып жатсыз? Бұл сөздің өзін айту көріңіз бе, қандай не болып отыр? Әкесі үндемей отыр. Қайтадан суып кетпесін деп, я әбәти, екінші сөйлемде. Әкетайым. Аналықтың тәсілін көрдіңіз ғой. Әкетайым дейді қайтадан. Инни қады жаәни минал ғилми ма лам яәтик. Әкесіне сен білмейсің, надансың, сен осындайдан өткенсің деген сөздер сенге қоспайды. Өз жағын айтып отыр. Әкетайым, сізге келмеген білімнен маған кеп қалды. Біз айтамыз ғой, жаңағы жасы кіші демеңіз, ақыл асса аға ғой деп. Ол ақылдылық Алланы танып тұрғанда ғой. Егер бір отбасында Алла Тағала баласынан бастап әкесе намазға, оның ақылы сол жерде. Бірақ оны шайтан оның насихатын бүлдіртуді қалап, жаңағы мінезді немен бүлдіріп жібереді күлді нәрсені. Сондықтан біз оны сынардан бұрын қалай түсіну керек екенін түсіну керекпіз. Егер бұл маңызсыз болса, Алла Тағала оның қайта-қайта «Ей әкетайым» деген сөзін не үшін келтіреді тарихтағы? «Ей әкетайым, маған білім келді Раббымнан, сізге келмеген. Фаттабиғни, маған еріңізші ахдиха сирatan сауия. Мен сізді түзу жолға қарай бастаймын. Я әбәти, ей әкетайым, ла тағбуди шайтана.
мына нәрсеге қараңыздар, жаңағы мүсіндер сыйынып атқан. Яғни кез келген Алладан басқа сыйынылып жатқан нәрсенің барлығының артында шайтан жүр. Мына жерде бірден айтып атқанын көрдіңіз ба? Әкетайым, шайтанға табынбасаңызшы. Жаңа мүсінде нелердің аттарын атамайды. Күллі нәрсенің артында не жүр екен? Шайтан жүреді міндетті түрде. Сосын ол шайтан көрінбейді. Және ол сыйынылып атқан нәрсе ешқашан шайтан деп аталмайды да. Бірақ оның мақсаты сол, Алладан басқа нәрселерге қарай бұру адамдарды. Болды. Сөйтіп өз артында тығылып тұра береді. Болды. Яғни шайтанға құлшылық жасап жатқан мағына пайда болады. Сондықтан не деп отыр бірден? Әкетайым, шайтанға табынбасаңызшы. Сосын шайтанды жек көрудің тәсілін ұсынады. Ол қандай деген кезде? Инна шайтана кана лир-рахмани асия. Өйткені ол шайтан Рахманға бойсынбаған ғой. Ол Рахманды тыңдамады ғой. Сіз ойлаңыз, күллі періштелер гүр етіп сәждеге жығылғанда ол жалғыз тұрып қалды. Ол білді сәжде жасалу керектігін. Ол білді бойсыну керектігін. Бірақ ол өз ойын көрсетті. Көрдіңіз бе қандай? Алланың бұйрығынан асып. Сондықтан Ибрахим осы нәрселерді түсіндіріп отыр әкесіне. Ей әкетайым, Рахманға тілазар болған ол шайтан. Шайтанға табынбасаңызшы. Я әбәти, 4-ші сөйлем кетті. Қайтадан әкетайым деп басылады. Әкетайым, біреуге арақ қойғызатын кезде, әкетайым, мен әкелемеймін бұл арақты сізге. Өйткені мен сізді құрмет тұтам. Мен сізді мына суға қимайым. Әкетайым, мен қимайым. Жан дүниесін осы сөздермен етіңіз. Оған арақ харам, шариғатта харам деген сөз ол шешпейді түкте ол. Сіз ана жан дүниесін ұстаңыз. Жаның ішін ашып тұрма, әлде су қойма сізді көйді алыстан. Жаңағыдай бір теориялық тұрда сөйлескің келе ме, құр бітті. Мынау болмайды, мынау харам бұл. Бұны қоя сал. Бұл неге ішесіз бұны? Деген нәрсе ол шешпейді ол. Жан дүниесіне кірісіп язға. Міне кіріп отыр ғой. Әкетайым, мен сізді қимайын бұл суға. Түсінсін. Әкетайым, намазға жығылыңызшы. Осынша жастығысыз қазір. Мен сондай әкеммен мен жағы мақтанғым келеді. Осындай мүмкін көмектесіп, көңілі болып жатса соқаннан умраға алып барып, тағы басқа күллі нәрсе осы жан дүниемен байланысқа кіру. Сосын айтады ең соңында, әкетайым, егер де бұл нәрселерден сыйынуыңызды доғармасаңыз, инни ахофу, мен қорқамын дейді. Әния мәссәка ғазабын менер рахмани, қайтаран Рахманды айтты. Рахманның жақсылығы бір күні тоқтап, азабы тиіп кете ма деп. Өйткені кімде-кім күпірлік жасаса, азабым қатты деді ғой. Кімде-кім шүкірлік жасаса, онда мен арттыра берем деді. Қайда? Күндердің бір күні мына жақсылығы тоқтап, мүмкіндіктер тоқтап, Алланың азабы тиіп кетіп, сөйтіп шайтанның досы болып кетесің ба деп қорқам дейді. Шайтанның досы деген сөз тозақта бірге. Көрдіңіз ғой. Олай болса бала мен әкенің арасында әдепті түрде ашық, көп емес сосын. Әжеде көп сөйлем келтірілген жоқ. Көп болса 4 сөйлем келтірілді. Өйткені сөйлесіп атқан кезіңізде ол адамның санасы толып тұр негізі неше түрліге өмірде. Түсіндіңіз ба? Сол толып тұрған нәрседе ол мүмкін 4-ақ сөйлем сиятын шығар жерге. Одан кейін ол сыймауы мүмкін. Сіз сол нәрсеге дейін қадағалау керексіз. Сіз оны бүйтіп құя бергенмен ол ана толып тұрған тыстағы судың үстіне тағы су құйып атқанмен бір дейсіз. Ол анау босау керек мына жақ. Жан дүние сол үшін. Жаңағы жан дүниесіне кіру деген нәрсе. Осылайша Алла Тағала жақсылығын дінді ұсынған кездің өзінде осындай жақсылығымен сынғызады ғой, көрдіңіз ба?
Ибрахим қалай сөйлеп жатыр?